Не өңі не түсі екені белгісіз біреу атын айтап айғайлап шақыратын сияқты. Өңі дейін десе өңінің қайда екені беймәлім. Кеңістікте өзі де жоқ, бәрі буалдыр, бәрі тұман, түк түсініксіз. Түсі дейін десе айғайлаған дауысты, сытырлаған дыбысты абанық естіп жатыр. Тасқын міне тағы да абанық естіді. Дарынның дауысы. Бұл қайдан жүр? Мынау толасы сытырлаған не дыбыс? Өңі ме жоқ, түсі ме? Қайда жатыр өзі? Тасқын селк етіп шошып оянды. Бөлме іші ала көлеңке. Сырттағы электр жарығының сәулесі терезе алдындағы ағаштың қалың жапырағы арасынан ұрланып, әрең сығалайды. Терезенің сыртқы темір жақтауына жаңбыр тамшылары толассыз ұрғылап жатыр. Құлақ етін жеп, барабандай сартылдап тұрған сол екен. Әлгіндегі мені шақырған дарым ба, шынымен соның даусы ма? Жеті түнде не іздеп жүр ол? Орнынан ұшып тұрып, жүгіріп терезе алдына барды. Сыртта жаңбыр құйып тұрып, терезені ашып мойнын созып төменге қарады. Ауладағы биік ақ теректің арбиған бұтақтары 3-ші қабаттағы терезеге дейін жетеді. Соның қалқасынан ештеңені де анық ажырата алмады. Дарын, сен бе деді тасқын дауыстап. Тым тырыс, жүрегі дүрсілдеп кетті. Дарын, дарын деп тағы қайтара дауыстады. Үн жоқ. Әлгінде атын айтып шақырған кім болды екен? Түсім дейін десе, дарынның даусын абанық естіген сияқты еді ғой. Бұл не жұмбақ? Қарақтан қарап, жүрегі бір түрлі суылдап, дегбірі қаша бастады. Асып-сасып, жығылып жүріп, қолына ілінген киімдерін иығына іле салып, жүгіріп далаға шықты. Үйтки соққан жел әсерінен екпіні күшейген жаңбыр басқа көзге сабалап тұр екен. Оған қарауға мұрша жоқ. Өз еркі өзіне бағынудан қалған, әлдебір түсініксіз сезімдер иірімдей иіріп, жаңқа құрлы көрмей, қақпақылға салып дедектетіп, сүйрелеп әкетіп барады. Дарын жатақхананың іргесіндегі ықшам ауданда тұрушы еді. Сол маңда әлі бұзылмаған ескі үйлер өте көп. Соның ең бір сұрықсызы да, сиықсызы да дарынға бұйырған болатын. Шатыры бір жағына қисая бастаған, терезесі төмен, өзі жермен жексен. Сонау Сталин заманында салынған қырық құрақ ескі үйді дарын былтыр ғана сатып алған. Тасқынның аяғына жұқпай, солай қарай ұшып келеді. Асфальт төселмеген қара жолдың миы шығып жатыр. Ойдым-ойдым, шұңқырдың бәрі көлкіген су. Оған қарайтын, жол таңдайтын мұршасы жоқ. Қызыл асықтан шылпылдата су кешіп, дедектете жүгіріп келеді. Тасқынның көз алдынан дарынның бейнесі кетер емес, көлбеңдеп. Оң мен түстің арасындағы жаңағы шақырысының неге жорын білмей дал. Дарын ауырып, қысылып жатқан сияқты. Мұны іздеп мазасызданып жатқан сияқты. 5 жыл бір бөлмеде тұрған студенттік шақтан бірге келе жатқан сыралғы досы ғой. Бұлар институт бітіргелі де 8 жылдай болыпты. Одан кейін 7 жыл тағы бір пәтерде тұрған. Дарын былтыр үйленген соң Сәбира екеуі осы үйге көшіп кеткен. Үйі тасқынның жатақханасынан онша қашықта емес. Күн аралата келіп кетіп араласып тұрады. Дарын мен Сәбира екеуі таңның атысынан күннің батысына дейін барахолкада сөмке сатады. Тасқын болса суреттерін Алматы Арбатына апарып қойыпты. Содан түскен азын аулақ ақшаға жан бағып жүр. Қазір суретке қызығушылар да аз. Көз майын тауысып, таңды таңға ұрып, салған жұмысын болымсыз ақшаға сатып алғысы келетіндерін қайтерсің. Суреттегі шетелдегідей жақсы бағаланса ғой, онда жептеуір жақсы өмір сүруге болар еді. Үй сатып алар еді, үйленер еді. 30-ға келгенше жұмысшылар жатақханасының аядай бөлмесінде жүргеніне кейде қорланады тіпті. Дипломы шабаданның түбінде сарғайып жатқалы. Қашан, жұмыс жоқ. Жа қойшы, соны ойлай бермей. Дарын, сен мені шақырдың ба, әлде Сәбираның құшағында шыртиқода жатырсың ба? Шыңғаққандай 7 түнде ербейіп жетіп келгенімді көріп, көзің атсыздай боп жүрме? Дарынның қақпасы ашық тұр екен. Үйінің есігі де шалқасынан ашық-шашық. Шатырдың сорғалаған судан аула іші күлкілдеп кетіпті. Бір сұмдықтың болғанын сезгендей жүрегі суылдап, екі аяғынан әл кетіп бастырмай қалды. Дәрмені құрып есіктің тұтқасынан ұстаған күйі теңселіп біраз тұрды. Үй іші тас қараңғы, іштен күлімсіз сыз иісі білінеді. Дарын деп дауыстап, үні дүрілдеп әрең шықты. Ішке қарай кіруге әлдеқандай күш жібермей тұр. Қорғасындай зіл тартқан аяғын әрең көтеріп босағадан аттады. Тым-тырыс сипалап тұрып есіктің артындағы түймешікті іздеді. Дарын қайда, Сәбира қайда? Есік неге шалқасынан ашық жатыр? Жарық неге жоқ? Түймешікті таптау әйтеуір. Жарықты басуға жүрегі дауаламай біраз тұрды.
Жарық қосылса біреу өзін бас салатын сияқты. Маңдайына сұп-суық тер шықты. Түймешікті ұстаған саусағы дірілдеп кетті. Сонда да әлдерменін бойына жиып, түймешікті бастау әрең. Үй іші жарқ етіп ақ сәулеге шомылды. Көзі бірден төр алдында бүрісіп, қырын қарап отырған Дарынға түсті. Қолында мылтық. Ұңғысын маңдайына тіреп алыпты. Сол қолымен мылтықты сығымдап ұстап алған. Оң қолының бас бармағы шүріппеде, қимыл қозғалыс жоқ. Тас мүсіндей сіресіп қалған. Кісінің кіргенін, жарықтың жанғанын аңғармаған секілді. Тасқынның төбесінен біреу тастай суды ақтара салғандай денесі мұздап сала берді. Бір сөзді айтудың, бір адым алға басудың өзі қиямет қайым. Үй ішін өлім ескірігі жайлап алғандай. Төр алдында шашылып жатқан патрондар да, оң жақ босаға тұстағы жиналмаған үстел үстіндегі самсаған бос шөлмектер де, үйдің сол жақ қабырғасын түгел алып тұрған Дарынның өз жүрегін жарып шыққан жан тәсілім атты картинасы да демін ішіне тартып, тағатсыздана ажал күтіп тұрғандай. Тасқынның көзі картинадағы жас жігіттің жанарымен шарпысып қалды. Үрей ұялаған тірі көз өңменіңнен өтіп барады. Оң қолымен басын таянып бүрісіп отыр. Саусақтарының арасынан сорғалаған қан өңірін жуып кеткен. Жігіттің өмір мен өлімнің арасындағы ішкі арпалысын Дарын қалай тап басқан. Осы сәтте картинадағы жаралы жігіт Дарынның өзі боп көрінді тасқынға. Дәл қазір анау картинадағы көрініс өмірде қайталанатын деп тұрғандай. Жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін анық түйсінді. Ақыл санадан, сезім түйсіктен айырылып қалғандай күйде. Екі көзі шүріппеден бас бармақта. Не дерін, не істерін білмей тұр. Дарынның я өлі, я тірі екені белгісіз. Аяғынан әл кетті. Аттай бере сылқ ете түсті. Дарын деп атын атамақ болып еді, үні шықпады. Бұдан әрі не болғаны анық есінде жоқ. Көз алды тұмандатқандай болдым-ау. Еңбектеп қасына бардым-ау. Шоқиып қасында отырдым-ау. Әлден уақытта екеуінің көзі түйісіп қалды. Бір-біріне тесірейе қарап отырған сәтте есін жиды. Дарын сол кезде барып өз-өзіне келгендей болды. Әуелде көзі шыныдай жылтырап қана көрінген, біртіндеп сәуле жүгіре бастады. Жан бітті. Сәлден соң көз сөйлей бастады. Дарынның көзі: сенің ең соңғы рет көріп қалғым келді. Тасқынның көзі: таста мылтықты, Дарын, таста. Дарынның көзі: өмірде еш мән қалмады. Тасқынның көзі: ақымақ болма, ал саусағыңды шүріппеден. Дарынның көзі: мені қинамашы тасқын. Тасқынның көзі: өтінемін сеннен, шүріппеден алшы саусағыңды. Дарынның көзінен бір тамшы жас ытып шықты. Бас бармағын ақырын шүріппеден алып, баяу жылжытып әкеліп, бармағының сыртымен кірпігіне ілінген жасты сүртті. Осы кезде тасқын Дарынның қолындағы мылтықты көз ілеспес жылдамдықпен жұлып алды. Ол төрдегі киіздің үстіне басымен сүзе құлады. Терезе артылдай соғылған жаңбыр дыбысын енді анық естіді. Сырттағы жел күшейе түскен. Ашық тұрған есіктен суық жел сумаңдайды. Қолына